Сәлем достар, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз қазіргі таңда хитқа айналған ерекше сөмкені жасайтын боламыз. Сөмкенің жасалу жолы оңай. Бұл сөмкені әркім әрқалай атайды. Ал өзім осы сөмкеге ерке сылқым деген ат қойдым. Өте ерекше болып тұрады. Қолда да бәрінде әдемі көрінеді. Формасын барлығын жақсы ұстайды. Және де іші барлығы қараңыздар подкладпен. Мінекей, ішінде қалташасы бар. Ішіндегі мінекей орны прямо барлығы сияды. Барлығы кошелегіңізді, кітаптарыңызды ұстауға өте ыңғайлы. Тігілу жолы барлығы мінекей аккуратны. Ұзында ұстағыштары бар. Дәл осы сөмкені сіз де үйреніп алғыңыз келсе, онда менімен бірге болыңыз. Ал ендеше бастайық. Ал қыздар, сөмкемізді дайындамас бұрын ең алдымен лекалын құрастырамыз. Оны қалай жасаймыз қараңыздар. Екі А4-ті бір-біріне жапсырып аласыздар. Не болмаса бір А3 форматын алсаңыздар болады. Мен А4-ті мінекей ортасынан жапсырып алдым. Енді осыны осылай екіге бүктейміз ұзын күйінде. Мінекей қазір. Осылайынан бүктеп аласыздар. Енді астынан 16-да 5 сантиметр өлшейсіздер. Мінекей 16-да 5, және де осы екінші жағына да тағда 16-да 5 сантиметр өлшейміз. Содан соң, мінекей тең ортасында 16-да 5-тен үстіне қартай көтереміз. Енді үстіне қартай көтердіңіздер, мінекей бүктелген жерінен астынан үстіне қартай оны көтереміз сызықшаны. Енді осы жерден де 16-да 5-ті өлшеп аламыз. Яғни 16-да 5 дегеніміз біз 8-де 2,5. Мінекей мына жерден қазір өлшейміз. Кеплайнан. Мына жерден мына жерге дейін, сонда екі нүктенің арасы 16-да 5. Енді қараңыздар, мына нүктені осы нүктемен қосамыз. Оның да ұзындығы 16-да 5 болады. Мінекей, былайынан. Енді келесі нүктені бастапқы бұрышына қосамыз. Бұл да бізде 16-да 5 сантиметрді береді. Мінекей, қараңыздар. Былайынан да өлшеп көрсеңіздер болады, салыстырып. Сәл 1 миллиметрге плюс-минус болуы мүмкін, 16-да 6 болып кетуі мүмкін, ол ештен кетпейді. Мінекей, бұл ішкі жағы. Сонда бізде барлығы 16-да 5 қараңыздар. Астыңғы жағы 16-да 5 сантиметр. Мінекей, мына жерден мына жерге дейін. Мінекей, мына қашықтық 16-да 5 сантиметр. Және де мына шеткі қырлары да 16-да 5 сантиметрден. Барлығы 16-да 5. Негізі бір тігіп алғаннан кейін размерін өз қалауларыңызша жасасаңыздар болады. Енді осыны қиып аламыз. Мінекей, қиып алдық. Қараңыздар, енді ашқан кезде бізде 6 бұрышты береді, көрдіңіздер ме? Бірдей 6 бұрыштық фигураны беріп тұр. Бұл бізде сөмкеміздің асты болады. Мінекей, асты. Енді бізге екі қырын жасауымыз керек. Дәл осы лекалды, мінекей, бас жағын мына тең ортасына дейін әкеп бір бүктейсіздер. Мінекей. Сонда бізде дәл осындайдан екі дана, екі қырына кетеді. Дәл осы бір лекалдан. Сонда сіздер екі бөлшек дайындайтын боласыздар. Асты және де қыры. Осыны дайындап алдық. Енді бізге клапаны керек. Қыздар, келесі кезекте клапаны дайындаймыз. Клапаны дайындау үшін бізге тағы бір А4 форматы керек. Осыны тең ортасынан бүктеп аласыздар. Мінекей, тең ортасынан бір бүктейміз де жарты бөлігін алып тастаймыз. Ол бізге қажет емес. Мінекей, мына бөлігі бізге қажет емес. Осы бөлікті тағы да бір тең ортасынан бүктеп аламыз. Сосын мінекей, мына бүктелген қырына мынаны қазір клапан жаңғы бөлігін қоямыз. Клапанның артқы бөлігін шығарып аламыз. Мінекей, былайынан қараңыздар. Бұл бізде арты болады. Ендігі кезекте мінекей, бұның ұзындығы 21 сантиметр. Сіздер толығымен 21 сантиметрді алсаңыздар болады.
Мінекей, мен сәл қазір 1 сантиметрге кішірейтемін. Мен бұл жерде 20 сантиметр етіп аламын. Мінекей 20 сантиметр. Осыны доғал етіп дөңгелетемін. Ол бізде бас жағы, клапанның бас жағы. Мінекей, енді осыны қиып аламыз. Ал мінекей қараңыздар, сонда бізде сөмкемізді жабатын бөлігі шықты. Яғни клапан деп те атаймыз, жапқышы деп те атаймыз, иә. Сонда бізге осы 2-ақ қағаз керек, қараңыздар. Асты осыдан қырын дайындаймыз сөмкенің, және де осындай жапқышын дайындаймыз. Осының барлығын істеп алғаннан кейін енді матаға түсіреміз. Ал қыздар, қараңыздар, мен лекалдан уже негізгі маталардың барлығын дайындап алдым. Қазір сіздерге толығымен айтып шығам, бізге не керек? Бізге 2 миллиметрлік қалың фетр керек. Қараңыздар, мінекей. Жұқасы емес, сәл қалыңдау 2 миллиметрлік, 1 миллиметрлігі де болады жұп жұқасы, және де мінекей 2 миллиметрлік. Осыдан бір жапқышын дайындайсыздар, 2 қырын дайындайсыздар, мінекей, және де табанын дайындап аласыздар, осыны пішіп аласыздар. Содан кейін негізгі матадан кез келген түсін алсаңыздар болады, кез келген түрлі матаны алсаңыздар да болады. Менің жағдайымда бұл велюр матасы, турецкий велюр матасы, мінекей, одан бір клапан, және де 2 қыры, мінекей, және де табанын басқа түспен алып жатырмын, қара түспен. Сіздерде 2 түрлі етіп жасасаңыздар болады, мінекей. Ол бізде табаны. Содан кейін ішкі подкладына көшеміз, қараңыздар. Одан 1 дана, мінекей, клапан, 2 дана қыры, және де табаны, мінекей. Бұл бізде ішіне нететін подклады. Ендігі кезекте паутинкадан дайындайсыздар. Бұл паутинка бізге подклад негізгі матамен фетрді бір-біріне жапсырып алу үшін қажет болады. Бұдан қараңыздар, 2 дана клапандікін дайындайсыздар, 2 керек. Себебі біз қазір сырып тіккенде подкладпен негізгі матаны фетрға жапсыратын боламыз, сондықтан осындай 2 керек. Және де 2 дана қыры керек, сөмкеміздің қыры. Және де асты, мінекей, осы барлығын дайындап алғаннан кейін ғана барып, үтікке барып жапсыратын боламыз. Ал ендеше осыны жапсырып көрсетейін. Ал қыздар, мінекей біздің фетріміз, осының үстіне паутинкамызды қоямыз. Мінекей осылайынан паутинканы қойып аламыз. Содан кейін барып, үстіне негізгі матамызды қоямыз, велюрді. Сіздер өздеріңіздің алған маталарыңызды қоясыздар. Енді велюрді үстінен үтіктеуге болмайды. Бұның үстінен кез келген бір қыбы матаңызды қойсаңыз болады. Мен үстіне марлы қоямын. Енді осының үстінен үтіктеймін. Мінекей, астын жапсырып алдық. Енді дәл осылайынан қырын да жапсырып аламыз. Ал қыздар, ендігі кезекте клапанды жапсырамыз. Ең алдымен жаңағыдай фетрдің үстіне паутина, одан кейін негізгі матаны осы үшеуін жапсырып аламыз. Мінекей, негізгі бөлікті жапсырдық, енді арғы бетіне біз подкладты жапсырамыз. Осылайынан артық шығып кетіп атса, ештеңе етпейді. Жетпей қабатса да 1-2 миллиметр, оны біз кесіп тастаймыз. Алдынекке қараңыздар, подкладта жабысты, және де негізгі бөлік жабысты. Бұл бізде тек клапанға ғана істелінеді, ал қалған бөліктерде подкладты тігетін боламыз. Ал қыздар, мінекей барлық бөлігімізді жапсырып дайындап алдық, иә. Ендігі кезекте біз осының бетін сыратын боламыз. Сырмас бұрын ең бірінші
мелмен сызып алуымыз керек. Әркім өзінің қалаған размерінде сызса болады. Сызғыштың көмегімен, немесе үлкеніректеу сызғыш болса да, менде үлкеніректеу сызғыштар жоқ, сондықтан мен осы баламның мінекей осындай ойыншығы бар. Оның размері мінекей 3,5-4 сантиметр. Осымен қазір сызатын болам. Қараңыздар, осылайынан астынан мінекей дүзу сызық жүргіземіз. Осылай дүзу сызып алдық, енді қырынан сызамыз. Мінекей достар, асты сызылды, дәл осылайынан қалған бөліктерінде сызатын боламыз. Ал қыздар, барлығын қараңыздар, сызып алдық мелмен. Ендігі кезекте машинада сырамыз осының барлығын. Ал қыздар, қараңыздар, барлығын толығымен сырып алдым. Мінекей, көрдіңіздер ме? Іші барлығы мінекей астында. Бұны үтіктегеннен кейін мелдің іздері кететін болады. Келесі кезекте қараңыздар, бұл бізде асты. Енді мінекей мына екі қырына ою жапсырсаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызға қартай. Бұл оюдың размері 12-12 сантиметр. Бұлай ұзындығы да, бұлай ені де 12-12. Осыны мен тең ортасына жапсырып алатын боламын. Бұның асты паутинкамен мінекей тоже. Бұның орнына термонаклейкалар да қолдансаңыздар болады. Осында термонаклейкалардың ою тәріздесі, түрлі қазір дизайнда шығып жатқандар бар. Ең бастысы өз қалауларыңызға ерік берсеңіздер, өздеріңізше әдемілей аласыздар. Мінекей мен екі ою қарауадан қиып қойдым, осыны екі қырына жапсыратын болам. Ал мына термонаклейканы мына клапанға жапсыратын болам, осы жерге. Мінекей, осыны қазір жапсырып алам да, оюды зигзагтайтын боламыз. Шеттерін барлығын жақсылап, әдемілеп зигзагтап аламыз. Ал қыздар, келесі кезекте мінекей оюлар барлық жақсылап жабысты. Мінекей, енді осыны екеуінде зигзагтап аламыз. Ешқандай сыртына шығармай, әдемілеп, аккуратно зигзагтап аласыздар. Ал қыздар, оюды барлығын зигзагтап алдық. Ендігі кезекте осыны табанымен жалғаймыз. Қараңыздар, табанына қалай жалғаймыз? Мінекей сызықтың барлығы осылайынан дүзу түскен жерді, мінекей осы дүзу жалғасып кетеді ғой, сол жері табаны болады. Мінекей бірінші табан, мына жағы екінші табан. Осыны қазір осылайынан тігіп аламыз. Тек табандарын ғана, қыздар, басқа жерін әзірге тікпейміз. Осылайынан тек табандарын тігіп аламыз екі жерден. Мінекей қыздар, табанын тігіп алдым. Ендігі кезекте осы қабырғаларын жалғаймыз. Мінекей мына екі қабырғасын. Оны жалғаған кезде қараңыздар, осы жерге шетінен бір 5-7 мм қашықтықтан бастап барып тігесіздер. Соңына дейін тігесіздер. Тек осылайынан қалдырасыздар. Себебі осы қырымен бізге мына екінші қырын жалғауға орын керек болады. Дәл екінші жағында да солайынан бір шамамен 5-7 мм қалдырасыздар. Екінші қырында дәл солайынан қайталайтын боласыздар. Мінекей қыздар, қараңыздар, шеттерін барлығын тіктік. Енді мінекей мына екі кішкентай жер ғана қалды қосатын. Мінекей, қараңыздар. Ол бізде міне қазір. Мінекей, былайынан ұстасаңыздар, мына ортасын бүктеп жіберіп, сол кезде мінекей көрінеді, мына екі кішкентай қыры қалды мына жерінде, және де мына екі қыры. Ол міне жаңа біз 5 мм-дей қалдырдық қой тікпей, сол жерге дейін тігілетін болады екі жағы. Міне осылайынан бұрышына әкеп, осы тігіске дейін қазір тігетін боламыз. Ал міне қыздар, барлығын тігіп алдық. Ендігі кезекте қазір айналдыратын боламыз. Айналдырғанға дейін
шеткі төрт бұрышын сәл осылайынан алып тастаңыздар. Қалыңдық тудырмас үшін. Жаңағы тіккен жерлеріңізді байқаңыздар. Тіккен жерлеріңізді кесіп алмаңыздар. Енді осыны айналдырамыз. Қыздар, қараңыздар, мінекей мына бұрыштары барлығы өте тамаша осылайынан әдемі келу керек, көрдіңіздер ме? Мінекей жаңағы тіккен қосылған жерлері. Мына бұрыштарын үшкір қайшымен болсын, үшкір бірдеңе не бар, сомен ақырын түзеп шығарып аласыздар. Осыны асықпай әдемілеп, осы бұрыштарын, төрт бұрышын әдемілеп шығарып аласыздар, иә. Келесі кезекте осы жерге бірден қазір ілгіш тігуді көрсетемін. Содан кейін барып ішкі подкладын жасайтын боламыз. Ал қыздар, ілмегін дайындау үшін бізге осындай екі бөлшек керек. 6-да 6 сантиметр. Осыны қазір осылайынан шетінен тігіп аламыз. Мінекей тігіп алдық. Енді осыны айналдырып, үтіктеп аламыз. Тең ортасына тігісті әкеліп үтіктеп аламыз. Ал қыздар, ілмекті мінекей айналдырып, бергі бетіне үтіктеп алдым. Ендігі кезекте осы ілмекке осындай фурнитуралар керек болады. Бізде 4 пүштісі болады, доғал тәріздесі болады. Бұның менің размерім 3 сантиметрлік. Енді осыған осыны осылайынан кіргізіп, шетінен тігіс түсіреміз. Мінекей қыздар, екі ілмегіміз дайын. Енді осыны сөмкеміздің мінекей мына тең ортасы бар ғой. Ою тұрған жер, ол бізде тең ортасы. Оны осылай тексерсеңіздер болады. Мына екі тігісті бір-біріне қойып, мінекей бүйтіп өлшеп алсаңыздар болады. Екінші жағында дәл солайынан тігісті тігіске әкеп, мінекей мына дәл тең ортасын белгілеп, осы жерге осы ілмектерді тігетін боламыз. Сіздер бұл сөмкені майысып қалады деп қорықпаңыздар. Біз ең соңында барлығын тігіп болған соң осыны жақсылап үтіктейміз. Енді осыны мінекей осылай ортасына әкелемде, осыны тігем. Мінекей қыздар, екі ілмекті ортасына тігіп алдым. Мына фурнитура астына қарап тұрады, көрдіңіздер ғой. Ол одан кейін подкладпен тігілгеннен кейін үстіне осылайынан айналатын болады. Ендігі кезекте подкладпен жұмыс жасаймыз, осыны қоя тұрамыз. Ал қыздар, енді подкладпен жұмыс жасаймыз. Қараңыздар, бұл бізде астыңғы бөлігі, иә, мінекей табаны. Осыған енді келесі қырының табанын тігетін боламыз. Мінекей. Осылайынан екі табанды да тігіп аламыз. Міне қыздар, екі табанын тігіп алдық. Ендігі кезекте бір ерекшелігі, қараңыздар. Біз бағана екі жағында бірден жалғадық. Бұл жерде біз қазір әзірге бір-ақ шетін ғана жалғайтын боламыз. Себебі сол жалғанған жағында кішігірім қалташасы болады. Тек мына жерде де дәл солайынан 5 мм тікпей тастап кететін боламыз. Себебі мына бұрыштарын жалғаған кезде бізге орын керек. Мынау менде подкладочный мата болғасын, сәл созылмалы матада артық жерлерін одан кейін қиып алып тастайтын болам. Мінекей бір бөліктің қырын жапсырдым. Енді келесі екінші бөліктің де қырын жапсырып алам. Тек қырларын ғана. Ал мінекей екі қыры жабысты. Мына екі қырына тимейміз. Екі бөлшектің. Оны сосын тігеміз. Ендігі кезекте мына кішкентай бөлігін тігіп жібереміз. Мен қазір мына жерде артық қалған жерін қиып алып тастайтын боламын.
Ал міне қыздар қараңыздар, тек бір жақ бөлігі ғана толығымен тігілді. Қараңыздар, мінекей. Бұл мінекей ішкі жағы, көрдіңіздер ме? Ал мына жағын әзірге тікпейміз. Себебі біз қазір осы жерге қалташа тігетін боламыз. Сол себепті алдымен тек бір қырын ғана тігеміз. Қырын тікпес, қалташасын тікпес бұрын осыны мінекей мына бұрыштан бұрышқа осы жерін жақсылап үтіктеп аласыздар. Із болғандай, бұл бізде мына табаны болады. Табаны, соны көрсетіп алу үшін алдымен үтіктеп алу керек. Әзірге қазір мен қоя тұрамын. Сосын бірден үтіктеймін. Ендігі кезекте осындай бөлшек аласыздар, қараңыздар. Бұның мінекей ұзындығы 24 сантиметр, ені 19 сантиметр. Осыны тең ортасынан қойып бүктеп, қазір осылайынан тігіп аламыз, айналдырып. Мына жерден астыңғы жағынан қалдырамыз, айналдырып алуға арғы бетке. Ал осыны толығымен осылайынан тігіп алайық. Тігіп алдым, кішігірім орын қалдырдым, қазір айналдыруға бізге. Енді мына бұрыштарын алып тастаймын. Енді осыны арғы бетке айналдырам. Ал мінекей қараңыздар, айналдырып алдым. Енді осымен жаңағы табанымызды жақсылап үтіктеп алам. Ал міне қыздар қараңыздар, табанын белгілеп үтіктеп алдым. Мына қалташамызды да үтіктеп алдым. Мына жері мінекей тігілмеген жері, ол астыңғы бөлігі болады. Ең астында тұрады. Қазір бүйтіп айналдырып тіккен кезде ол тігіліп кетеді. Ең алдымен мына ортасын тауып алыңыздар. Қалтамыздың ортасын тауып, бүйтіп белгілеп алыңыздар. Мінекей. Енді мынаны ішкі жағына бүйтіп айналдырамыз. Міне көрдіңіздер ме? Үтіктеген кезде мына жерде ізі болады, ізі көрінеді сіздерге. Қай жер екен? Енді мына тең ортасымен мына тігісті теңестіресіздер. Осыны ішіне жақсылап орналастырып, қазір 3 қырын ғана айналдырып тігіп аламыз. Ал қыздар, түйреп алдым, енді осыны айналдырып тігіп шығам. Закрепка беруді ұмытпаймыз. Міне қыздар, қалтасы тігілді. Бұл жағы бізде мінекей бір жақ қыр ғана сөмкені. Енді келесі екінші жағын қосамыз. Бағанағыдай дәл солайынан алдымен жандарын қосып аламыз. 5 мм жеткізбей мінекей мына екі жандарын. Екінші. Сосын екінші бөлшектің жанын қосып аламыз да, мінекей мына кішкентай ғана қабырғасын қосып жібереміз. Ал міне қыздар қараңыздар, ішіне орналасатын ұяшығымыз, қалтамыз барлығы дайын. Енді осыған сөмкемізді кіргіземіз. Мінекей мынау ішкі беткі жағы, сөмкенің беті. Осылайынан кіргізіп, қазір айналдырып тігіп аламыз. Табанына жақсылап әкеліңіздер. Сөмкені майыстырудан қорықпаңыздар. Ол өз орнына келеді. Ендігі кезекте мына тігістерді тігісіне біріктіріп, мінекей екі қырын осыны жақсылап айналдырып түйреп аламыз да, тігіп алатын боламыз осыны толығымен айналдырып. Міне қыздар, айналдырып алып, түйреп алдым, енді осыған тігіс түсіретін боламын. Ал міне қыздар қараңыздар, айналдырып отырып тігіп алдым. Ендігі кезекте мынандай тіліктер жасаймыз. Тігіске дейін. Тігісті қайтадан кесіп алып жүрмеңіздер. Бұлай тігіске дейін тіліктер жасаймыз.
қазір ішке айналдырғанда оңай тігілгендей. Содан кейін именно міне ортасы бар ғой тігілген жер, сол жердікін сәл алып тастаймыз тігіске жеткізіп. Мінекей, үш жерін алып тастаймыз. Тігіске сәл 2 миллиметрде жетпей тұр. Екінші жағында дәл сөйтесіздер. Мінекей, тіліктер барлығын жасап алдық. Ендігі кезекте мына подкладтың астыңғы табаны бар ғой, міне екі табаны. Мына жақ табаны, міне мына жақ. Сол табанның біреуін сөгеміз. Сосын қыздар, егерде бір жер түсініксіз болып қалса, астына комментарийға жазсаңыздар болады. Қолым бос кезде жауап беремін. Не болмаса, төменде WhatsApp номері көрсетіледі. Соған WhatsAppқа шықсаңыздар болады. Міндетті түрде түсінбей қалған жерлеріңізді айтып жіберетін боламын. Ал міне сөгіп алдым. Енді осы жерден ішкі жағына шығаратын боламын, негізгі бөлікті. Ендігі кезекте мына жаңағы сөккен жерімізді тігіп аламыз. Ал мінекей подкладын тігіп болдық. Ендігі кезекте қараңыздар, мына подкладты мына негізгі бөлікпен тігілген жер бар ғой, соны сәл ішке қарата, міне подклад көрінбейтіндей етіп ішке қайырып, қазір осыны түйреп аламыз. Содан кейін барып бір 5 мм немесе сол лапканың бойымен тігіс түсіретін боламыз, айналдырып. Осылайынан түйреп аласыздар. Ал қыздар, қараңыздар, толықтай түйреп алдым, көрдіңіздер ме? Бергі бетіне подклад көрінбейді. Ал әр жағынан негізгі бөлік сәл бір 5 мм-ге төмен түсіп тұр. Енді осыны айналдырып отырып тігіп аламыз. Ал міне қыздар, қараңыздар, подклады барлығы ішіне аккуратно болып тігілді, көрдіңіздер ме? Мінекей, толығымен айналдырып шықтық. Ендігі кезекте осының жапқышын тігіп, сосын барып осы сөмкені қалай үтіктейтінімізді көрсетемін. Өйткені сәл мыжылды ғой, осының барлығын енді әдемілеп, түзулеп жасауымыз керек. Ол үшін алдымен бірінші мына қақпақшасын дайындап алайық. Мінекей, бұл қақпақшасы дайын тұр ғой, міне подкладымен тігіліп. Мына жерге ою тіксеңіздер де болады. Мен міне термонаклейка жапсырып қойдым. Енді біз осының шетін өңдейміз. Шетін қалай өңдейміз? Бұл бізде арт жағы, ал мына доғал жері бұл алды. Осы жерді косая бейкамен айналдырып шығатын боламыз. Бірдей түспен істесеңіздер де болады, немесе мысалға мында қара бар, сондықтан да мен контраст болу үшін шеттерін қарамен істеймін. Біреуде бейканы тігетін өзінің аппараттары болады. Бірден сосын былайынан бейканы қойып тігіп кетсеңіздер де болады, бірақ мен өзім осылайынан тігем. Алдымен бір айналдырып сәліне шығарам шетінен, артығын сосын қиып тастаймын. Осыны мына тігістің бойы бар ғой, бейкадағы, сомен айналдырып шығатын болам. Мінекей, бітер кезде мына бейканы мына неге дейін ғана, басталған жерге дейін ғана тігесіздер. Себебі бізге мына бас жағын қайыруға да орын керек. Мінекей, мынау қазір осылай ішке қайырылғанда, мынадан артығын сәл бүйтіп кесіп аламыз. Мына бұрыштарын сәл доғал етеміз. Енді осыны қараңыздар, іш жағына айналдырамыз. Сонда қараңыздар, қазір осы бейканың бойымен тігіспен жүргіземіз. Сол кезде қандай әдемі, аккуратный болып шығады. Артық тігістің ізі де көрінбейтін болады. Неге? Қараңыздар, қандай әдемі болды, беткі бөлігі уже. Дәл осылайынан тіксеңіздер, сіздердің де жұмыстарыңыз өте сапалы болып шығады. Енді бағанағы ең бірінші тіккен жерімізді осылайынан түйреп аламыз.
артық жерін енді қиып тастаймыз. Бастапқы артық жерін. Сосын мінекей мына ішкі жағына енді осыны жақсылап орналастырып түйреп шығамыз. Қазір осының бойымен тігіс түсіреміз, сондықтан да мынаны әдемілеп тұрып түйреп алғандарыңыз дұрыс болады. Ал міне қыздар, қараңыздар, барлығын түйреп алдым, қараңыздар, арты барлығы мінекей ішкі жағы барлығы әдемі болып орналасты. Енді тігісті осы сызықтың бойымен түсіретін боламын. Ал міне қыздар, қараңыздар, тігістің барлығы осының бойымен қалды, әдемілеп тігіп алдық. Енді осыны мынау арт жағы, қалтасы бар жағы, арт жағы, соған осыны осылайынан орналастырамыз. Мына үшкір жағы тігістің бойымен түсу керек. Және де мына бейкамыз осы шетімен бірдей болып, былайынан көрінбеу керек. Оны әзірге тікпес бұрын бірінші осыны жақсылап түйреп алыңыздар. Сәл қиындық тудырады, себебі сәл қалыңдық тудырады. Сондықтан да асықпай, тігістің бойына бұрышын келтіріп түйреп алыңыздар, жақсы ма? Міне қыздар, қараңыздар, түйреп алдым. Енді тігісті қалай түсіреміз? Қараңыздар, мінекей мына жабылатын жеріне дүзу. Осы жерден сәл 1-2 ғана тігіс түсіріп, содан кейін осының бойымен алып барамыз, арт жағымен осылайынан жаңағы бейканың екі шетінің бойымен осы жаққа дейін әкеліп, бұл жерде де сәл 1-2 тігіс түсіріп, үстіне қаратай көтереміз. Сонда қақпақшамыз толығымен әдеміленіп жабылады. Міндетті түрде закрепка жасап отырыңыздар, басында да, соңында да. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, клапанды тігіп алдық, тігістің осының бойымен әдемілеп отырып, қараңыздар. Мінекей, ешқандай осы жерде бейкамыз да көрінбейді. Ендігі кезекте осы жерге бір кнопка тіксеңіздер болады. Кнопка мінекей мынандай. Осындай кнопканы алып, мінекей мына төменгі бойымен осылайынан қойып тігіп аламыз. Ең бастысы бірінші сөмкені осы мыжитын жұмыстардың барлығын жасап алуымыз керек. Содан кейін барып толықтай үтіктеп аламыз да. Одан кейін тек мына ұстағыштары қалады тігуге. Енді осы кнопканы тігіп алайық. Ал міне қыздар, қараңыздар, кнопкаларын тігіп алдым, мінекей екі жеріне. Ендігі кезекте бұны жақсылап үтіктейміз. Ішіне осындай қол орамалдарды толығымен ішіне толтырып алсаңыздар болады. Мен тек бір орамал ғана салдым, осыны ұстап тұрам да, қол күйіп қалмасы үшін осылай ұстап тұрып, қазір үстінен не марліні, не орамалды қойып жақсылап пармен үтіктейсіздер. Мен осылайынан қазір марліні қоям. Енді осыны ұстап тұрып, мінекей мына тігістерді жақсылап пармен үтіктеймін. Бұрыш-бұрыштарын бәрін жақсылап үтіктейсіздер. Мынаның бізге формасы шығу керек, мінекей, қараңыздар, тігісі уже қандай әдемі болды, дүзі болды. Осыны орамалмен көмектесіп отырасыздар мына жақтан. Мінекей, тағы да парлап жүреміз. Мына жақта оюды. Қараңыздар, формасы қандай әдемі болып шығып жатыр. Сосын астыңғы жағын барлығын осылай айналдырып, жақсылап үтіктеп алыңыздар. Ал міне қыздар, қараңыздар, формамыз қандай әдемі болды. Үтіктеп алғаннан кейін көрдіңіздер ме? Дәл осылайынан жақсылап асықпай үтіктеп алыңыздар. Мінекей, қараңыздар, формасы қандай пышный болып тұр, мінекей, әдемі болды. Ендігі кезекте тек ұстағыштар ғана қалды. Сонымен сөмкеміз дайын болады. Ал қыздар, бізде енді соңғы жұмысымыз ол ұстағыштар қалды. Қысқа ұстағышты мен жасылдан жасаймын, ал ұзынын иыққа асатынды қарадан жасаймын.
қазір размерлерін айта кетейін. Қысқа ұстағыштың ұзындығы 25, ені 10 сантиметр, ал ұзын ұстағыштың ені 10 сантиметр, ұзындығы 85 сантиметр. Мінекей екеуін бірден дайындап алдым, себебі бұларды үтіктеуіміз керек. Ал мінекей қазір қысқа ұстағышты қараңыздар, велюр мына жағын осылайынан айналдырамыз да, үстіне осылайынан 2,5 сантиметрлік флизелин немесе дублерин дайындап аласыздар. Бұл негізгі бөліктен 1 сантиметрге кішірек болу керек. Мен сәл ғана үлкендеу болып кетті, қазір артығын алып тастаймын. Мінекей қараңыздар, екі жағынан 0,5 жетпейді. Бұны біз қазір дәл осында 2,5 сантиметр ара қашықтықта осы дублеринімді жапсырып алам. Менікі дублерин, қатты дублерин. Осыны осылай жапсырып алам. Ендігі кезекте қараңыздар, мына бергі бетін бір айналдырамыз. Мінекей, содан кейін мына жерде жабысып жатыр. Сосын астыңғы жағын бір айналдырамыз да, осыны үстіне осылайынан теңестіріп бір үтіктеп аламыз. Бірдей қылып. Үтіктеген кезде міндетті түрде үстінен бір қандай да бір мата қойыңыздар. Мінекей қараңыздар, бірдей болды. Енді мына жері, мінекей біз қалдырып кеттік қой 5 миллиметрді. Соны қайтып ашып, ішке қартай үтіктеп алыңыздар. Бұны ішіне қартай үтіктеп жүріңіздер. Бұл бізге тігіс кезінде ішінде қалдыру үшін керек болады. Ішкі жағы көрінбей тұрғандай. Мінекей бұны тігіс барысында қолмен ұстап отырып ыңғайлы болады. Қазір сәл ашылып кете береді. Мінекей. Осыны тігетін боламыз. Тігіп алған соң тағы да бір үтіктейміз. Енді ұзын ұстағышты дәл осылайынан қайталайсыздар. Қыздар, қараны да дәл солайынан дайындап алдым. Флизелин, одан кейін бір қайырып, одан кейін шетін тағы бір қайырып, мінекей, екеуі бірдей қылып үтіктеп алдым. Енді осыны тігетін боламыз. Ал міне қыздар, ең алдымен жасылдан бастап тігеміз. Мінекей, екі бүктеліп тұрған жерден тігіс түсіреміз. Екі қырынан түсірем мен. Мына жері көрдіңіздер ме, жаңағы үтіктеген жерімізді бүктедім ғой, о жерді тікпеймін, себебі сөмкеге тігу барысында тігіліп кетеді. Тек қазір екі шетін тігіп шығам. Мінекей қыздар, қараңыздар, ұстағышты тігіп алдым. Дәл осылайынан қаранны да тігіп алам да, осыны тағы да бір рет үтіктеп алам. Себебі мінекей қараңыздар, бұл тіккеннен кейін сәл формасын майыстырды. Қазір осыны тігісін тағы да бір басып жүрсеңіздер, түп-түзу болып шығады. Әп-әдемі ровно болып көрдіңіздер ба? Мінекей дәл осылайынан қаранны да тігіп аламыз. Ал мінекей қыздар, қараңыздар, екі ұстағышты да жақсылап тұрып тігіп алдым, үтіктедім. Ендігі кезекте жасыл ұстағышымызды сөмкеге тігеміз. Ал мына қараға осындай екі фурнитура керек болады. Осыған орналастыратын боламыз. Барлығы жұмыс барысында түсінікті болады. Ал қыздар, ұстағышымызды фурнитурадан өткізіп, шетінен қайырып, 1-2 мм қашықтықта тігіс түсіреміз. Дәл осылайынан екінші жағында қайталайсыздар. Қайырып алған соң 1-2 мм қашықтықта тігіс түсіресіздер. Ендігі кезекте қара ұзын ұстағышымызды да дәл солайынан фурнитураға өткізіп, 1-2 мм қашықтықта тігіс түсіреміз. Екі жағында дәл солайынан тігіп алатын боласыздар.
Ал қыздар, мінекей сөмкеміз 100% дайын болды. Ұстағыштарының барлығы өте аккуратно болып тігілді. Іші барлығы 100% сапалы өңделді. Мінекей подкладпен, қалтасымен. Дәл осындай жұмысты сіздер де жасай аласыздар. Егер түсініксіз жерлері болса, міндетті түрде кері байланыс жасаңыздар. Ұнап жатса, жолдастарыңызбен, басқа да достарыңызбен бөлісіңіздер. Ал келесі сабақта кездескенше сіздермен бірге болған өнерлі ана.